Ертеде, қалың да көркем орманның ішінде, айлакерлігімен аты шыққан бір түлкі және сабырлы да ақылды тырна өмір сүріпті. Олар бір-бірін таныса да, мінездері мүлде бөлек екен. Бір күні түлкі өзін ақылды, тапқыр етіп көрсеткісі келіп, тырнаны қонаққа шақыруды ойлайды. Түлкі: «Тырна досым, бүгін менің үйіме кел, арнайы саған дәмді ас». Тырна сыпайылықпен келісіп, түлкінің үйіне келеді. Үй іші таза, дастархан жайылған. Бірақ түлкінің ойы мүлде басқа еді. Түлкі сорпаны кең де жалпақ табаққа қиып, тырнаның алдына қояды. Тырна: «Рахмет түлкі. Бірақ менің тұмсығым ұзын ғой, іше алмай тұрмын». Ал түлкі болса мұртын жалап, табақтағының бәрін өзі ішіп алып, ішінен күледі. Түлкі: «Міне мен қандай айламын». Тырна ештеңе деместен, ренжіген күйі үйіне қайтып кетеді. Бірақ ол кек сақтамайды, тек ойланып қалады. Арада бірнеше күн өтеді. Бір күні тырна да түлкіні қонаққа шақырады. Тырна: «Түлкі, енді сен менің үйіме кел, қонағым бол». Түлкі қуанып келіседі. Енді мен де дәмді ас ішем деп ойлайды. Тырна тамақты ұзын мойынды жіңішке құмыраға құйып қояды. Тырна тұмсығын құмыраға салып, асын рахаттана ішеді. Ал түлкі не істесе де ішіне жете алмай, әбден қиналады. Түлкі: «Мен де іше алмай тұрмын». Сол сәтте түлкінің есіне бұрынғы ісі түседі. Ол өз қателігін анық түсінеді. Түлкі: «Мазақтадым. Бұл дұрыс болмады. Мені кешір. Басқаны өз орнына қойып ойлау керегін енді ғана түсіндім». Тырна: «Қателігін мойындаған адам ақылды адам. Ең бастысы сабақ алдың». Содан бері түлкі ешкімді алдамайтын, өзгеге құрметпен қарайтын болыпты. Ал тырна сабыры мен ақылы арқылы досына үлкен сабақ беріпті. Бұл ертегі бізге мынаны үйретеді: өзіңе қаламағанды басқаға да жасама.